Түркістан қаласы Бекзат мөлтек ауданының тұрғындарының жанайқайын өткен сандарымызда назарларыңызға ұсынған болатынбыз. Алайда бірнеше күн өтсе де құзырлы органдардан келіп көру тұрмақ хабарласып жатқан жан табылмады. Ал өткен сандағы видео жазбамыздың астына Түркістан қаласы әкім аппараты сайтынан Жиделі көшесінің жолына тас төсеу жұмысына қажетті қаржы көлемі анықталып, құжаттамалар әзірленіп, 2019 жылдың бюджетінің алдағы нақтылауына қаржы бөлдіруге ұсыныс енгізілді. Дегенмен бұл аумаққа осы жылы газ жүйесі жұмыстарын жүргізу жоспарлануына орай орташа жөндеу, яғни тас төсеу жұмыстарын жүргізу мәселесі аталған газ жүйесінің құрылысы аяқталғаннан соң қаралатындығын мәлімдейміз деген жазба түсті. Біздің түсінбейтініміз, тас төгу үшін неліктен мұншалықты уақыт қажет? Бар болғаны басты жолға тас төгу емес пе? Сол аралықта балалар мектептен қала бере ме? Ашынған халық құзырлы органдарға қапалы күйде. Толығырақ сюжеттен қараңыздар. Саламатсыздар ма? Саламатсыздар. Біздің кешегі жол мәселесі жөнінде шығарғанымызға бірнеше күн болды. Сіздерден құзырлы органдар қандай да бір жауап алып жатыр ма? Келіп хабарларыңыз алып жатыр ма? Жоқ, бізге ешқандай құзырлы органдардан да, әкімшіліктерден де ешкім келіп хабар алған жоқ. Ешқандай. Біз күттік кеп қалатын шығар деп, ол кісілерден бірақ хабар болмады. Сосын біз қайтадан сіздерге хабарласып отырмыз. Сіздерде жаңбыр жауып жатыр, енді қалай болып жатыр сіздерде? Балалар сабаққа барып жатыр ма? Балаларымызды сабаққа жіберіп жатқан жоқпыз. Түнімен жаңбыр жауды, қалай шығады? Қалай шығады далаға? Түнімен жаңбыр, қазір де жаңбыр жауып тұр міне. Аяқ басымыз міне мынау, мына жерде, мына жерде. Міне көшелер осы. Қалай, қаяққа сабаққа барады? Айналдырып түсіре беріп. Ешкім сабаққа шыққан емес жоқ. бері қанша ай Бәрі жұмыста. Бізді айналып яққатын шығатын демесін, бәрі жұмыста қазір. Жұмыста ғой бәрі. Естен кейін келгендерінде бәрі шығады. Шеттегілер бар. Сіздердің лай болып хабар қалама десек, ешкімнен хабар жоқ. Біздің депутатымызды Мұхан дегенге бір дауыс бергенбіз, біз барып. Ол кісіні мүлдем көрген емеспіз. Бізге келіп бұл лайда да, құрғақта да, көктемде, қысы, жаз біз ол кісіні көрген жоқпыз. Міне осы жерге тұрақтағанымызға қазір 7-8 жыл болды. Біз бұл жерден депутат деген адамды көрмедік. Бірақ дауыс береміз. Ешкім хабар алмай, әйтеуір үміттенеміз. Осы пәленшеге дауыс беріңдер сендерге. Не үшін сайланып, халықтың жағдайын жасамаса солар? Өз жағдайларын жасау керек. Сол күні автобуспен алып кетер еді. Балаларды сабаққа жіберіп жатқан жоқпыз. Міне оқушының алды міне тұр. Берке. Қайға барады? Қайға барады? Баттақ мына жерде, мына жерде. Қайда былай қарай әлі біз маршрутқа міну үшін былай қарай әлі үшке жүрміз. Қайға барады майда балдар? Мен жіберген жоқ, мен жібермеймін. Мына жерге тас төсесе төселді. Төселмесе мен 3 баламды аламда сол акиматтың ішіне көшіп алып, халықтың ашуына тиіп жатыр бірақ. 25 бала барады. Мына жерде 4-үй ол. Ойбай, мына үйден Былай, анау уақыттан шығатындар қанша? Тура осындай, мысалға ана көшенің басына дейін де бар да. Мына арада 30-30-ға әбетте ал батпақтап шыққан балдар сағат 1 мен 12 мен 1 жарымның кезінде газельге симайды. алмайды да армандамай. Бала көп та мектепке барады. Мына жердің өзінде 25 бала деп мен айтып жатырмын. Былай қара ана көшенің басына дейін тура осындай. Тура осындай. Мына бір жерге осыдан бір 2 жыл бұрын ба 3 жыл бұрын ба мына бір жерге тас төсеп кеткен мына халықты ырза болды. Ол міне бұның сыйған мынау. Су шылқыған. Сонда да ана батпақтан тырмысып, осыған шыққанша ырза боламыз. Жоқ, шынымен. Сондай бір ауыз өтірік сөзіміз жоқ. Келіп көрсін, міндетті түрде көрсін келіп. Неге көрмейді? Неге біз халық болмаса оны әкім қылып кім сайлап отыр? Неге көрмейді? Халықтың жағдайын неге алмайды? Депутатты біз неге сайлаймыз? Мұхан дегенді көрген емес біз. Келсін бізге. Көрсін, батпақпен барсын, үйдейді көрсінші шынымен қанша уақыт жүре алады екен? Әкімшілік мектепке жауап берсін. Мына жер батпақ, бала-шаға шыға алмайды. Бұлардың сабаққа келмейтініне мен кепілдік беремін десін. Ал хабар алмайтын болса, мен министерствоға шығамын мен қоймайын мен. Төсесін мына жерге жол. Неге төсемін? Тас төсеп берсін, тас. Мен асфальт сырған, асфальт сұрап тұрған жоқпыз біз. Ашынып тұрмыз біз. Осы аймақтағы Саялы көшесінің тұрғындары да әкімшілікке барып өтініш тастаған. Ал хабарласқан әкімшілік қызметкерлері ақшаның жоқтығын айтыпты. Қарапайым халықтың қамын ойлар билік басындағы азаматтарымыздан тұрғындар әлі де үмітін үзбеген. Мәселенің ақ-қарасын алдағы сандарымыздан көре аласыздар. Сын мен шынның астарлы ақиқатын журналистік зерттеу анықтайды.